Бас әріптің қолданылуы. Адамның аты-жөні Абай Құнанбайлы, Ахмет Байтұрсынұлы, қала, мекен, жер-су атаулары Қызылорда, Ыстықкөл, Әулиеата, Бесбақ-дала мифологиялық ұғымдардың аттары, сондай-ақ ертегі аңыздарда кездесетін жалқы атаулар, батырлар жырларында ұшырасатын малға қойылған аттар бізде бас әріппен жазылады. Зеңгі баба, ойсылқара, желаяқ, тайбурыл, шалқұйрық. Егер нақты кісі есіміне тіркескен сөз айқындауыш болып, сол адамның өнерін, кескін келбетін, мінез-құлқын даралап көрсету қызметін атқарса, онда мұндай сөздер кіші әріппен бөлек жазылады. Біржан Сал, Ақан Сері, Баян сұлу, Қамбар батыр, Сыпыра жырау, Жиренше шешен. Ал Жаяу Мұса, Балуан шолақ, Қозы көрпеш, Судыр Ахмет тәрізді күрделі кісі есімдерінің бірі халық тілеген қосымша аты болғандықтан бөлек және бас әріппен жазылады. Ер, әз, ұлы, қаз дауысты шық бермес сөздері адамдардың өзгеден дара, жағымды, жағымсыз қасиетін айрықшалап анықтауыш қызметінде жұмсалады. Әрі бұл сын есімдер адамдардың халық пен қоғам мүддесін атқарудағы орнына байланысты қойылған бағалауыш сөздер болып келеді де, нақты кісі есімінен ажырамай бас әріппен бөлек жазылады. Ер тарғын, әз Жәнібек, қаз дауысты Қазыбек, шық бермес Шығайбай.